Саламатсыздар ма? Көрермендердің арасында жекеме шыққан кісілер бар екен. Мен де осылай табыстанғым келеді, мен де адамдарға жақсылығым тисе екен, қалай жолын үйретпекшісіз, қандай табыс көздері бар деген көптеген сұрақтар келіп жатыр. Осыған болай видео түсірейін деп шештім. Табыс көзді бұл жерде 7 түрлі табыс бар екен. Прям деген мен өзім жақсы көріп қалдым бұны. Не үшін? Себебі бұл компания өнімдерді шығарғанда товар оборотының 83%-ын халыққа тастайды екен да. Мен өзім естіп шок болдым. Себебі қанша компаниялардың продукцияларын қабылдағанда 50-40%-ды халыққа берген. Ал бұл жерде 83%-ын халыққа беріп қойыпты ғой. Соның өзі үлкен фишка, біріншіден. Екіншіден, мен бұл компанияны ізденген кезде қаншама кісілер, қаншама жастар ата-аналарын осы өнімдермен жұмыс жасай отырып, қажыға, осы компания арқылы қажыға апарып әкеліпті. Представляете, бұл компания тек қана жаңа аэропортқа дейін сіздің төлейтін жаңа 80 теңге маршрут или таксиге ақшасын төлеп, ары қарап компания полностью сіздің расходты көтереді екен ғой, что сіз осы өнімдерді жарыққа шығарып, адамдарға көмегіңіз тиіп жатқандықтан олар шетелге қыдыртады екен. Ең басты арман ғой, шетел көру әрбіріміздің, қарапайым халықтың особенно. Солай даже қажыға барып келгенін көріп, мен видеосын внимательно тыңдап, өзім прям таң қалғам. Қажыда жүрген кісілердің түсірген видеоларын көріп, ютубта толып жатыр олар. Қандай керемет, әрбір перзенттің арманы ғой, ата-анамызды қажыға апарып келу. Біздің ең басты міндетіміз ғой бұл, ата-анамыздың ризашылығын алу. Ал бұл компания біз үшін де осыны орындайды екен ғой. Представляете, сіз қалтаңыздан көк тиын шығармай, бұл компания арқылы табыстарыңызды алып, және де бесплатно сіз ата-анаңыз қажыға ма, әлде шетел көргісі келе ма, сол қыдыртып келеді екен. Бару келу ұшақ билетін өздері төлейді екен. Ол жақта гостиницаны полностью өздері төлейді екен. 3 мезгіл тамағы бар, оны төлейді екен. Сол жерде қыдырып, сіз барынша жақсы көңіл күй көтеріп, жақсы демалып келу үшін бар жағдайыңыз жасайды екен. Мен оны видеодан көргеннен бөлек тірі, живой деп айтылады ғой. Тірі, то есть живой сол кісілермен кездесіп сұрағам, шын ба, өтірік пе, шынымен бардыңыздар ма деп. Әрбірі дәлелдеп өздерінде видеоларда суреттерін көрсеткенде мен таң қалдым. Себебі осыған дейін мен қаншама компанияларды жүрдім ғой, қанша еңбек салдым, но ешбірінен шетелге шығуды даже армандамаппын да ғой, армандамаппын да. Себебі өте қиын болатын маркетинг деген айтылады, табыс көзі, өте қиын болады. Мына жерде өте жеңіл екен, 7 түрлі табысы бар екен білдім. Жандай реферальный бонус двойной жүреді екен. Реферальный бонустың өзі двойной болған өзі уже айтып тұр. Барлық компанияда реферальный бонус ол бір ретке ғана беріледі, яғни бұл классический маркетинг деп айтылады. Бұл компанияның маркетингі гибридный деп айтылады екен. Бұл жерде классика плюс бинар. Классика бұл сіздің бір ретке алатын табысыңыз, яғни сіз сол адамға осы өнімді жіберіп, ол адамға себепші болдыңыз ғой, содан сіз сыйақы аласыз компанияны. Және ол адам болашақта өзінің денсаулығын жақсартып, ол біреуге сұнады да, ол көрсетеді ата-енесіне, тағы көш оланға, ол сіздің шақырған адам біреуге себепші болып отырғандықтан, сіз енді ол адамға еңбек салдыңыз ғой, көзін аштыңыз, көрсеттіңіз, дәлелдедіңіз. Тағы да екінші линиядан реферальный бонус алады екенсіз. Көрдіңіздер ма? Екі жерден реферальный бонус. Бірінші табыс көзі. Екінші табыс көзі бұл бинарный. Бинар деген бұл шексіз деген ғой, жұп қосылса шексіз кете береді деген сөз. Яғни маркетинг бойынша екі адам жұп қосылады, сізге табыс келе береді. 10-шы линияда жатыр ма, 100-шы линияда жатыр ма? Мен өзім таң қалған, жұмыс жасамай қалған кезде мен астына адамдарға себепші болдым ғой, денсаулығын жақсартуға. Ары қарап олар өздері кетті, уже көзін жеткізіп, қандай керемет, ел халыққа таныту керек қой деп жұмыс істеп кеткенде, мен ештеңе істемедім да, бірақ маған табыс келіп отыр. И Каспий Голдқа түседі, Каспий Голдқа жібереді. Ол жерде как положено, Каспий қандай банк карточкаңыз бар, сонымен тіркелесіз, келіп отырады, зарплата деп түсіп отырады. Соны көріп таң қалдым. Одан әрі қызығып іздене бастадым да, бұл не ақша, қайдан келіп тұр? Сөйтсем, анау мен айдалада танымаймын да ол кісінің 3-ші линия ма, 7-ші линиядағы кісі ма, ол жұмыстанып жатыр екен да. Сол 7-ші линиядан 6-ші линия, одан 5-ші линия, 4-3 линия, маған дейін бәріне бинар түскен да. Еще менің жоғарымда қаншама кісі бар ғой, олардың бәріне бинар келген. Мен естіп вообще шок болдым. Ондай өмірімде көрмегенмін ғой. Таң қалдым. Солай жаңағыдай ақша келіп жатқаннан бір жаңа совесть жібермейді ғой, мына бет керек қой, просто так ақша алып жібергенге. Содан кейін де қолға алуды бастағам. Просто так жей бермей, елдің
жаңағы жүгірген табысына мен оларға көмекші болайын, мен олардың как ұстазымын, алғашқы шақырған кісімін, себепшімін, значит мен оларды всегда поддерживать етуім керек деп қолға алып осылай жұмыстанып жатырмын. Солай бинарный бонус деген осы екен. Сіз бесконечный, сіздің артыңызда ертең 5 жылдан кейін миллион адам кетіп қалса да бәрінен әрбірі біреуге себепші болып жатыр ма, сізге бинар келе береді. Қандай керемет, екінші доходтың өзі вообще күшті. Үшінші мэйчинг бонус деп айтылады. Бұл оказывается мэйчинг бонус деген сіздің астыңыздағылар жаңағыдай әрқайсысы әркімге себепші болып табыстанып жатыр ғой, оларға кәсіпкерлеріне, халық банктеріне ақша түсіп жатқан кезде компания сен баяғы себепші болған сен ғой бірінші, саған тағы да олардың әрқайсының алған зарплатасын 10%-ын сол компания өз қалтасынан маған құйып береді екен ғой. Представляете? Мен еш нәрсе жасамаймын да, мен баяғыда бір себепші болдым, просто көрсеттім оған, міне мынандай өнім бар екен, күшті екен деп, табысы бар екен деп көрсеттім, ары қарап отырмын ғой. Сол бір рет қана көрсеткенім үшін компания біреу 100 мың алды ма, 10 мың маған салады. Ол адам ақшасынан алмайды, ол компания өзі салады. Біреу 50 мың алды ма, апталық табыс, кстати, бұл жерде әр апта сайын алады. Бір айда 4 рет зарплата алады. 50 мыңнан 5 мың келеді, біреу 200 мың алды ма, біреу одан 20 мың келеді да, вообще таң қалдым, ондай да болады екен ғой бұл өмірде деп. Үшінші табыс сол астыңыздағы кісілер зарплата алып жатқанда компания сіздің еңбегіңізді бағалап тағы да 10% сіздерге сондай әрбір адам табысының 10%-ын құйып отырады өздері. Төртінші табыс бұл активационный бонус. Активационный бонусты дұрыс қосқан деп ойлаймын. Не үшін? Себебі адамдар табыстанған сайынша өзің денсаулығыңа қолын қалтырай бастайды. Мен көп адамнан байқадым, енді 10 саусақ бірдей емес, кешірім сұраймын, бәрі емес, бірақ адамдар былай ғой, бренд киім шықты десе, бар жиған терін салып, сол киімді алу керек. Инстаграмда жүрме, соны алу керек. Мебель қымбат, ана үйіне қымбат мебель алып, сіз жүгіріп соны мебельді алады, не істесе де, қайтсе де, кредит алса да алады да, алтын болсын, кез келген нәрсеге ол өзін жанында аямастан сол нәрсені алуға тырысады. Ал денсаулыққа келген кезде почему-то қолдары қалтырайды. Кейін аламын, қош, осыны алып алайын, мынаны алайын, өйтіп алайын, бүйтіп алайын, машина алып алайын, жүре береді. Ал бұл компания сен ары қарап жұмыстану үшін, сен всегда өзіңе уверенный болу үшін активационный бонусты қосқан. Яғни сен, например, аптасына 100 мың алдың, 200 мың алдың, айына 2 осы сиқырлы өнімді алып ішіп отыруың керек. Осындай 200 мың табыс алып отқан кезде сіз активационный бонус деген сол өзіңіз алып ішесіз. Қаласаңыз да қалмасаңыз да. Не үшін? Біріншіден сіз адамды алдамайсыз, өзіңіз ішкен кезде осы өнімдерді. Екіншіден сізде сенімділік пайда болады да. Сіз уже тура жолда жүргеніңізге сенесіз. Міне үшінші өзіңіздің денсаулығыңызға инвестиция құйып жатсыз. Адам өмірде бақытты болу үшін, бала шағасының бақытты болғанын көру үшін, сол балдарын жақсы аяққа тұрғызып жеткізу үшін, кез келген той томалақты көру үшін, ұзақ өмір сүру үшін ең бастысы бізде бұл денсаулыққа вложение салу керек. Соны енді қазір енді білмеймін, мына заманға сай ма, көп адам қиналады денсаулыққа салуға. Осыны компания жақсы ойлап тапқан. Активационный бонус, яғни сен осы жерден айына 400 мың, 500 мың, миллион тауып жатсың, пожалуйста, сен өзің табысыңнан осылай өзің денсаулығыңа инвестиция құй деп. И және одан мен баяғы бір себепші болған адам, маған тағы да процент келеді, представляете? Үш линияда ол кісі өзіне денсаулығына алып ішіп отыр, ал маған оған процент келеді. Представляете? Қандай керемет, да, вообще. Каждый раз влюбляюсь, ғашық бола беремін ғой. Табыс көзі осылай. Содан кейінгі табыс көзі бұл компанияға келгеннен басында ешқандай статус алмай, статуспен тоже по лестнице жұмыс жасауға болады екен, статуспен өте керемет. Почему? Потому что сіздің бинардан алатын процентіңіз өсе береді екен. 1%-ның өзі кәдімгідей рөл ойнайды. Мен өзім таң қалғам. Келген зарплатамнан келесі 1% статустан көтерілгенде, көбірек түскен кезде мен оны жақсы көріп қалғам. Статуспен жұмыс жасаған дұрыс. Сізде астыңызда уже команда жиналып, адамдар көбейген сайын, сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да статусқа көтеріле бересіз. Енді сіз келгеннен сразу сол статусқа жеткім келеді деп, сразу қолға жұмыстанып кетіп, келгеннен сразу серебро, 16 аптаның ішінде серебро статусын жауып тастасаңыз, компания сіздің бүкіл табысыңыздан бөлек сізге шетелге путевка береді. Өзі апаруға келеді еще, сізден бір тиын шығартпай. Ал келгеннен сразу золото, алтын статусты жабатын болсаңыз, ол жерде жаңағы шетелге апарып әкелгеннен серебродан тағы 250 мың теңге сыйақы береді. Сіз тапқан ақшалардан бөлек. Ал золотын жапқан кезде сізге путевка шетелге де береді. Табыстарыңыз бар қанша алған, және 500 мың теңге сыйақы береді. За то, что сіз еңбектеліп жатсыз, халыққа жақсылық жасап жатсыз. Солай. Содан кейінгі табыс көзі бұл
Самый үлкен статус, ол статуста глобал директорствоға шыққан, үлкен айтып қойдым ғой. Сол директорствоға шыққан кезде сіз қанша миллиондап миллиардтап табыс тауып тастайсыз. Ол адамдарды мен көргем, үйлері музей прям бар ғой. Көрсеңіздер, ондай статусқа жеткен кісілер. Енді ең бастысы астында оған сеніп келген кісілер ешқайсысы налымайды, наразы емес, бәрі бақытты. Сөйтіп ана кісілер үйін музей қылып жасап алған ғой. Сондай статусқа жеткен кезде сіздің табысыңыз шетел путевка, оларға қарамастан компания тағы да 7,5 миллион теңге сізге сыйақы береді екен. Представляете? Сіз өміріңізде бір-ақ рет себепші болдыңыз, бір-ақ рет. Болды, сіз осы, получается, сізді ортаға мә деп қойды да, айналаңызға табыс көзді бүйтіп берді ғой, мынаны алып істейсің ба, мынаны алып істейсің ба, өзің қалауың. Бірақ оған енді әрине сізде шын ниет болу керек. Бірінші, мен ойбай табыс деп емес, мен осы кісінің денсаулығы жақсарып кетуіне себепші болайыншы, Алла мен себепші қылсын. Шын ниет болу керек қой. Жақсылық жасайыншы деген ниетпен келсеңіздер, Алла тағала сізді себепші қылады, сіз арқылы адамдар өмірге қайта келеді, сіз арқылы қаржылық жағдайларын жақсартады, армандары орындалады. Солай бұл жерге келсеңіздер, әрине өкінбейсіздер. Ол үшін бірге жұмыстанатын боламыз. Әрине, Алматы қаласында болсаңыздар тіпті жақсы, кездесеміз, часто кездесеміз, ақылдасамыз, сабақтарға бірге қатысамыз. Қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Мені сұрақтарыңызға толық жауап бердім деп ойлаймын. Егер тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, жаза кетерсіздер. Болашақта мен мынандай видео түсірейін деп отырмын сіздерге, дәлел ретінде. Мен көз алдымда сондай бір кісілер ауыр диагноздардан жазылып тұрып жатыр да. Прям сенгісіз таң қалам бар ғой. Бірақ солардың енді ата-анасынан, жақындарынан естіп жатырмын. Солармен кездесіп, видеоға түсіргім келіп отыр. Солардың үйіне барып болсын, бір жерге шақырып болсын. Осы шын ба халықтың айтып жатқаны, ютубта жүргені шын ба, маған өз аузыңызбен, жүзіңізбен маған айтыңызшы, чтоб халық алданбасын. Сіз арқылы олар денсаулығын жақсартсын деп сол кісілермен жолығып, әрбір сондай керемет жақсы результаттар алған кісілермен жолығып, тікелей эфирді солай видео түсірмекшімін болашақта. Қадағалап барсаңыздар, парақшамды көретін боласыздар, иншалла. Баршамызға сәттілік, баршамыздан Алла разы болсын, иншалла. Ауырмаңыздар, сіздерді жақсы көремін. Бір-бірімізді жақсы көрейік, ол өте жақсы. Сау болыңыздар.